бірлескен жобалар жасадық. Бұл жобаларды біз зерде, сол сияқты экологиялық экоскинс деген сияқты ғылыми жобалар байқауына апардық. Бұл жобалардың ерекшелігі оқушылар бұл жобаларда пәндерден алған білімдерін біріктіре отырып қолданады. Оқушылар математика, жаратылыстану, технология және информатика пәндерінен алған білімдерін біріктіре отырып осы жобаны жасады. Және де бұл жобаның ерекшелігі оқушылар жобада ғылыми зерттеушілік, инженерлік және шығармашылық дағдыларын дамытады. Сонымен қатар жоба оқушыларды кәсіпкерлікке, жауапкершілікке, еңбекқорлыққа, салауатты өмір салты сияқты маңызды дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Жобадағы тапсырмалар теориялық дайындық, жоспар құру, инженерлік шешім, эксперимент бастау, өнім қаптамасын дайындау сияқты бөлімдерден тұрады. Ең алдымен оқушылар бұл жерде технология және жаратылыстану пәндерінен алған білімдерін қолданады. Өсімдікке азот жетпесе, өсімдік өте баяу өсіп, жапырақтары бозара бастайды. Өсімдікке фосфор жетіспесе, өсімдіктің жемістің түзілуі баяулап салмағы кемейді. Ал калий жеткіліксіз болса, өсімдік аласа өсіп, сабағы әлсіз болады. Сусыз өсімдік өмір сүре алмайды. Мысалы, жер бетіндегі тіршіліктің барлығы сумен байланысты болып келеді. Өсімдік топырақтағы қоректік Оқушылар информатика және технология пәндерінен алған білімдерін қолдана отырып SketchUp Pro 21 программасымен стеллаждың макетін жасады, және ол стеллажды технология пәнінде қолдан жасап көрсетті. Өсіру үшін жарықтандыруға екі түрлі лампа қолданылды. Бұл лампалар энергия үнемдеуші және бағасы да қымбат емес. Сонымен қатар стеллаждың жан-жағы жылтыр теплор қаптамасымен қапталды және фольга қолданылды. Бұл жұмыс жарықтың түсу бұрышын өсімдікке тіке түсіру үшін жасалды. Оқушылар математика пәнінен алған білімдерін қолдана отырып зерттеу жұмысы барысында өсімдіктерді өлшеу, сол сияқты бизнеске негіздеп өсіру, есептеу, кіріс пен шығысты есептеу және де өсімдіктің өсу жылдамдығына диаграмма, кесте жасау сияқты түрлі зерттеу жұмыстарын жасады. Мен шығын мен кірісті есептеп қойдым. Шығын 2250 теңге болды. Оның ішінде тұқым түрі, субстрат, пластик, су электр энергиясы, қаптама және жапсырма. Ал кірісті есептейтін болсақ, сонда біз 5 қапты бір айналымда сатсақ, 3500 теңге болады. 3500-ді 2250-ден азайтсақ, 1250 болады. Сонда біз бір айналымда 1250 теңге таба аламыз. Ал егер қаптамамызды 10 есе ұлғайтсақ, 12000 бір айналымда 12500 таба алатын боламыз. Зерттеу жұмысының барысында оқушылар информатика, технология пәндерінен алған білімдерін қолдана отырып дайын өнімге қаптама дизайны және логотип жасады. Бұны олар Canva программасы арқылы және де қарандашпен салып жасады және дизайнның өздері ойлап тапты. Міне өздеріңіз қарап тұрғандай қаптама дизайны логотип. Бұл жақта екі логотип, біреуін мен қолмен жасадым, екіншісін Canva-мен жасадым. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай экодан. Экодан дегеніміз табиғи таза қолмен өсірген экология мен табиғаттың үйлесімін анықтайтын қысқа есте қаларлық атау. Және де шығын түрі. Зерттеу жұмысының нәтижесі бойынша 2025-2026 оқу жылында оқушылар 5-7 сынып аралығындағы зерде жобасынан 2 орынды және де экоскинс жобасынан 3 орынды иеленді. Зерттеу жұмысы оқушылар үшін нәтижелі болды, себебі оқушылар түрлі пәндерден алған білімдерін біріктіре отырып қолдана алды. Және де оқушыларда математикалық ойлау, шығармашылық, инженерлік, сол сияқты ғылыми зерттеу дағдылары дамыды. Оқушылар қарапайым стеллаж жасаудың моделін үйренді, өсімдікті өсірудің жолдарын және де командада жұмыс істеуді, шығармашылықты, зерттеушілікті, жауапкершілік пен еңбекқорлықты үйренді.